Армысыздар, қадірменді көрермен. Біз бала болашағымыз деген елміз. Ал сол еліміздің болашағы болар жастардың білімді, рухты, бәсекеге қабілетті болып өсуіне ұстаздар қауымының ықпалы зор. Әлия Қыдырханқызы, қош келдіңіз студиямызға. Сәлеметсіздер ме? Мен Талдықорған қаласындағы дарынды балаларға арналған үш тілде оқытылатын номері 20 арнаулы лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Әмірова Әлия Қыдырханқызымын. Мен сіздерге қашықтан оқыту форматында онлайн тест алу үшін Google форманы тиімді қолданудың әдісін көрсетпекпін. Ол үшін ең бірінші өздеріңіздің Google аккаунттарыңызға кіруіңіз керек. Егер сізде Google аккаунт болмаса, почтаңызды тіркеңіз gmail.com. Google сервисінен Google дискіні таңдаймыз. Мінекей Google сервис, осы жерден Google дискіні таңдаймыз. Сол жақ бұрыштағы түймешіктен жаңа батырмасын басайық. Одан кейін тағы Google форманы таңдаймыз. Жаңа форма атаусыз үлгі бірден шықты. Енді осы атаусыз үлгіге тақырып қоямыз. Мен 11-ші сынып оқу сауаттылығы бойынша көрсеткім келіп отыр. Оқу сауаттылығы қазір номер 14-ші жұмысқа келдім. Қазір бұл мына жерге бірден түседі. Ендігі атаусыз үлгі бірден ашылды. Атаусыз үлгіге тақырып қойдық. Енді тақырып опциялары мінекей мыналар. Осыны біз түсін өзгертіп қойсақ болады. Әртүрлі қызыл, сары, өздеріңіздің таңдауларыңызға байланысты. Енді атаусыз сұраққа оқушының аты жөні деп жазса ыңғайлы болады. Оқушының аты жөні. Әр оқушы өз аты жөнін жазады. Бұл жерге бірнеше таңдау емес. Қысқа жауапты таңдаймыз. Оның міндетті деп белгілеп кеткеніміз дұрыс. Кейбір оқушылар аты жөнін жазуды ұмытып кетеді. Оң жақтағы мәзірден жаңа сұрақты қосуға болады. Мінекей мына плюс белгісіне барып жаңа сұрақты қосамыз. Енді өзіміздің алдын ала дайындап алған Word варианттан сұрақтарды көшіріп алып келіп отырамыз. Бірнеше таңдау деген дұрыс. Енді бұл жерде осылай көшіріп әкелеміз. Міндетті деп белгілеуге болады, белгілемеуге де болады. Егер сіз осы сұрақ міндетті оқушы жауап берсін десеңіз, белгілеп кету керек. Келесі тағы да сұрақ қосамыз. Екінші сұрағы бірінші мәтіннің. Бірінші мәтіннің жауаптары екінші сұрағының. Осылай белгі қойып алғаннан кейін екі сұрақ пен бір мәтініміз аяқталды. Үшінші сұрақты енгізбес бұрын біз бұны жаңа бөлім ретінде қосамыз. Екінші мәтін қап. Екінші мәтін. Балаларға бұл мәтіндерді Word вариантта ұсынамыз біз. Сұрақты қостық. Екінші мәтіннің сұрағы. Үшінші сұрақтан басталды. Жауаптарын аламыз. Бұл жерде мәтін ителгі туралы. Балаларға ителгінің суретін қосып жіберуге болады. Кескін қосу дегенді осы жерге.
алдын ала дайындап алып, немесе компьютердің ішінен интернеттен іздеуге де болады. Ителгіні іздейміз. Міне ителгінің суретін үш жерге жүктеп салып қоямыз. Яғни балалар бұның ителгі екенін көзбен көргендері де жақсы. Енді осы жерге тек ютубтан ғана қосаламыз біз бұл жерге. Ителгі туралы бізде кішкене бейне сюжет те бар. Ол міндетті емес, көргісі келген балалар өздері көріп шығады бұны. Міне ителгі баптайтын құсбегі деген мәтін. Бұл біздің балалардың көбірек ақпарат білуіне қосымша ақпарат. Ителгі баптайтын құсбегі туралы көргілері келсе, тағы көрулеріне болады. Енді келесі сұрақты осылай бір-бірден жібере беремін. Тоқталайық. Мына жерде параметрге кіреміз. Презентация. Осы жерде сұрақ тәртібін араластыруға болады осылай. Бірақ бізде әр бөлімді бөліп қойғандықтан сұрақ тәртібін араластыру бізге тиімсіз болады. Тестті басамыз. Тестілеу сіздерде былай тұрады, бірақ сіз осылай белгілеп қойыңыз керек. Жауап беруші қаралмаған сұрақтарды, дұрыс жауаптарды, ұпай салмағын көруге болады деп белгі қойып қоюға болады. Бірден олар оны ұпай салмағын бәрін көріп отырады. Немесе бұның бәрін құпия сақтауға да болады. Ең артынан оқушылардың жауабына диагностика жүргізгеннен кейін барып жіберуіңізге болады. Енді осылай сақтап қоямыз. Келесі олар осы енді қалай бағалау жүргізіледі. Сіздер ол кезде міне мына сұраққа кіреміз. Мына сұрақтың үстінен басамыз. Жауап кілті дегенді белгілейміз. Мінекей. Ұпай санын қоямыз. 2 ұпай, 3 ұпай қоюға болады деген сияқты. Бірақ енді біз оқу сауаттылығында әр сұраққа бір ұпайдан береміз. Мына жерде 1 ұпай деген. 1 ұпай қоямыз. Дұрыс жауапты осылай белгілеп кетуіміз керек. Мысалы, мынау дұрыс болса, осылай белгілеуге де болады. Дайын дегенді басып қойымыз керек. Міндетті деген өздеріңіз егер осы сұраққа міндетті түрде жауап берген қажет қылсаңыз, онда белгілеп кетесіз. Екінші сұрақта да дәл сұрақтың үстінен белгі қоясыз, жауап кілтін белгілейсіз. Жауапты белгілеген кезде сізде бірден ұпай шығады. Сол ұпайдан 2 ұпай болса 2, 1 болса 1-ді белгілейсіз. Дұрыс жауабыңызды белгілеп аласыз. Мінекей, одан кейін дайын деп осылай жүре бересіз арғаратай. Міндетті дегенді жаңағыдай өз қалауыңызға қарай. Осылай аяғына дейін белгілеп шыққаннан кейін әр оқушының, енді оқушылар осыны қалай көреді, оны қарап жіберейік. Мінекей, оқушы аты жөнін осы жерге жазады, мысалы, өздері жазып шығады. Бұл міндетті сұрақ, көрдіңіз бе? Егер жауап бермей кететін болса, осылай қып-қызыл болып, оларға белгі береді. Бұл жерді белгілеулерің керек деп. Әр қаратай осылай белгі қойып отырып, өздері жауаптарын беріп шығады. Келесі, ешқайсы қызыл болып жанған жоқ, өйткені біз міндетті дегенді баспадық ешқайсына да. Осылай, келесі, жіберу дегенді басуымыз керек. Сол кезде бізге мына жерге жауап боп ол келеді. Оқушының көруі бойынша. Бізге жауап боп мінекей 1 жауап келді, 2 жауап, 3 жауап, 25 жауапқа дейін оқушылардың жауабы келеді. Егер олар дұрыс жауап берген болса, мінекей дұрыс емес болса, қай сұрақта қателесті, олар бәрі көрініп тұрады. Жасылмен белгіленгендер бұлар дұрыс сұрақтары. Мына сұрғылтпен белгіленгендер оқушының қателескені. Енді оқушыларға осы тапсырмаларымызды
қалай жіберетіндігімізге тоқталайық. Жіберу дегенді басамыз. Мінекей. Осының ішінде мына екіншіні таңдауымыз керек. Мекен жайын қысқартып алайық. Осыны көшіріп аламыз. Почтамызға салып жібереміз. Осы кезде почтаға салып жіберген кезде нені ұмытпау керек. Мәтінді мен Word вариантта ұсынам оларға. Сондықтан осылай бірге нөмір 14-ші оқу сауаттылығының мәтіндері және осылай кетеді. Жібердік. Осы формулаға кірсек, дәл жаңағыдай оқушының көзімен қалай көрінеді, солай бүйтіп ары қарай жауап береді. Енді осы Google форманың тиімді жақтарына тоқталып өткім келеді. Оқушылар сілтеме бойынша онлайн тест тапсырады. Әзірленген тест тапсырмаларының сілтемесін электронды почта немесе WhatsApp желісі арқылы жіберуге болады. Тест тапсырмаларын безендіруге болады. Оқушылар жауаптарына жаңа көргеніміздей статистика жүргізіп өтсек болады. Тест мәтінін бірге редакторлауға болады. Бірден жинаған ұпайын, бағасын көруге мүмкіндік беруге болады. Бірақ біз мұны соңғы екеуін ұсынбадық балаларға. Google форманың кемшіліктері де бар аздаған. Ол оқушылардың Google аккаунты болуы керек міндетті түрде. Екіншіден, бағалау жүйесі кемшіліксіз деп айта алмаймыз. Кейбір сұрақ түрлері бағаланбайды. Мысалы, біздігі тест болғандықтан, нұсқалармен келгендіктен бағалау жеңіл жүрді. Егер ол жерде оқушының жауабы жазылатын болса, қысқа жауаппен келетін болса, ол бағалауға қиын болар еді. Әр ұстаздың оқытудағы қолданып жүрген тиімді әдісі болады. Сол әдісімен тәжірибе алмасып отырсақ, нұр үстімізіне нұр болар еді. Оның үстіне есте сақтау пирамидасы бойынша үйренудің ең тиімді амалы басқаларды үйрету екендігінде ұмытпайық. Сау, саламат болыңыздар.